Осы сабағы түскірді де емтихан тұсында оқымас едім. Қайтесің, баға керек. Сырттан Қанипа келіп кірді. Аллай, деді ол Зайкүлдің даусына салып. Осы сен неғып көбелек боп ұшып кетпей жүрсің аспанға? Рас, соған өзімнің де таңым бар, деді ол дөңгелек көздерін одан сайын бақырайта түсіп. Онда ұшып кетпей тұрғаныңда орныңа отыр тез, деді Қанипа Зайкүлді иығынан басып. Оқытушы келе жатыр. Әрине, ол оқытушы келді. Оны басқа оқытушы және алмастырды. Күн сайын өйстіп, 3-4 адамнан лекция тыңдайтын болдық. Оқытушыларымыз да әртүрлі алуан мінезді адамдар. Мәселен, біреуі биязы білімдар, басы артық сөзге жоқ кісі. Біреуі байсалды, маңғаз, енді біреуі жеңілтек деген сияқты. Ал тағы бір оқытушымыздың әдеті қыздардың шашын, иегін сипау болатын. Ол кісі келерде басқа қыздар артық-партыға қарай қашып, алға қасқайып, Зайкүл мен Қанипа ғана шығатын. Оқытушы орнынан тұрып, бұлардың қасына келгенде, біреуі сипауға үйренген мысықтай боп шашын, біреуі енесі әукесін жалаған бұзаудай сүйсініп, бұғағын тосып отырады. Әрине, оқытушылар жайында уақыт алып сіздерге айтып жатуымның қажеті жоқ. Бұл арада тек айта кетейін дегенім, Меңтайдың сол оқытушыларды алаламай, бәрін бірдей жақсы көретіндігі еді. Біз басқамыз әр оқытушының өзімізше кемшілігін тауып мінеп жатамыз. Сонда оларды жақтап, жалғыз Меңтай ғана шығады. Қыздар-ау, қойсаңдаршы, оқытушыларымыздың бәрі жақсы адамдар ғой. Тек кейбіреулерінің сүйекке сіңген әдеті болады. Адамды ол үшін кінәлауға болмайды ғой деп жалынғандай жай танытады. Ендеше ол кісіге өзің неге шашыңнан сипатпайсың, дейді Меңтайға қарсы дау айтып қыздардың бірі. Бұған Меңтай жауап бере алмай қысылады да шынын айтады. Мен ұяламын қыздар, менің шашымды шешемнен басқа ешкім сипаған жоқ қой, дейді. Қыздар оған дұрыс қоя береді. Біздің басымызды шешемізден басқа кім сипапты? О не дегенің, Меңтай, десіп бұртиысып қалады. Сендердің әкелерің бар, әкелерің сипаған шығар дегенім ғой, дейді Меңтай, достарын өкпелетіп алдым ба дегендей, әр қайсына бір жаутаңдай қарап. Ал оқытушы ағай, бәрімізге әке құралыптас кісі емес пе? Сондықтан айтамын, мен әкемнен ерте, ес білмеген шағымда айырылдым ғой. Жүзі қандай ақ болса, жанының да сондай пәктігіне көзім жетті ме? Әйтеуір, аузынан шыққан осындай әр сөзімен, әр қылығы мені елітіп, елжіретіп, күн сайын Меңтайды іштей жақсы көруім артып, оған бар ықыласыммен беріле құлап бара жаттым. Енді оқытушыларды қойып, мен сізге соны айтайын. Соғыстан кейін бейбіт бірінші жаңа жыл келе жатты. Жаңа жыл қарсаңында жұрт туған туыс, жора жолдастарына алдын ала ашық хаттар жолдасып, асығыс телеграммалар жөнелтісіп, құттықтаулар қабылдасып, мәз-мейрам болса бастады. Осы кезде ауылдары Астанаға жақын студенттер деканаттан жалынып жүріп рұқсат алысып, үйді-үйлеріне кетісіп жатты. Жаңа жыл қарсаңындағы соңғы лекциялардың аралығында Меңтай менен ағай, ертең жаңа жыл ғой, сіз елге қайтпайсыз ба? Деп сұрады. Мен басымды шайқадым. Неге? Өзіңіз соғыстан келдіңіз, өзге бармаса да сіз баруыңыз керек қой, ағай. Әке не шеше, тіпті болмаса туыстарыңыз бар шығар, не басқа бір жақын адамдарыңыз болар. Соңғы сөйлемін Меңтай ойланыңқырап айтып еді. Тегі, мен соны сезіп қалмасын дедім екен, әйтеуір одан кейінгі сөздерін сәл шапшаңдатыңқырап жіберді. Ал менің шешем тірі болса, мұнда 1 сағатта тұрмастан үйге осы қазір-ақ жүгіріп кетер едім, бірақ шешем былтыр қайтыс болды. Неден? Деппін, мен өлген адамның неден қайтыс болғанын білсем, бейне бір тірілтіп жіберетіндей ақ. Неден деріңіз бар ма? Бәрі соғыстың әлегі ғой, ағай, дей салды қыз шешесінің неден өлгенін ежіктеп түсіндіріп жатқысы келмегендей. Біздің үйде де ешкім жоқ, дедім мен. Жалғыз екенсіз ғой? Жоқ, қарындасым бар. Қарындасыңыз бар ма? Меңтай көзі мөлдірей түсіп сәл ойланып қалды. Соғыстан ағасы аман келген қарындастан бақытты адам болар ма шіркін? Ол маған қайтадан сұрақ қойды. Ал сіз қарындасыңызға неге бармайсыз? Ол жалғыз өзі сізді қашан көремін деп сарғая күтіп отыр емес пе?
Жоқ, жалғыз емес, тұрмысқа шыққан. Сіз соғыста жүргенде ме? Иә. Сіздің рұқсатыңызбен бе? Жоқ, менен рұқсат сұраған жоқ, дедім күліп. Қыз, бәләй, неге рұқсат сұрамады екен дегендей басын шайқады да, содан соң біраз үнсіз отырды. Егер ешқайда бармасаңыз, дейді қыз маған қайта бұрылып, ертең біздің бөлмеге келуіңізді сұраймын ағай. Қасымдағы қыздардың бәрі кетіп қалды. Күні бойы елегізіп, бір бөлмеде бір кісінің отыруы қиын сияқты. Жарайды, дедім мен, әлденеге жүрегім дір ете қалып. Бірақ мен сіздердің мекендеріңізді білмеймін ғой. Солай ма еді? Сіз жатақханаға әлі бір ретте барып көрген жоқсыз ба? Жоқ. Ендеше сізге қалай түсіндірсем екен? Меңтай ерін тістеп, сәл ойланып қалды. Университеттің 2 жатақханасы бар. Бірі Калинин көшесінде, бірі Виноградов көшесінде. Бірақ екеуі бір жерде қатар. Виноградов 62 біздің жатақхана. Соның 62-ші бөлмесі. Ұқтыңыз ба? 62, деді қыз. Мен ұғып алсын дегендей әр сөзін соза айтып. 2 рет 62. Мен сәл ойланыңқырап барып басымды изедім. Ойланғаным, Калинин көшесіндегі жатақханаға майданнан бірнеше рет хат жолдағаным есіме түсті. Менің бөгеліп, бас изегенімді шала ұққандығымнан деп білді ме, әлде айтқанын ұқсам да, ұмытып қалар деп ойлады ма білмеймін. Меңтай дереу дәптерінің аяқ жағынан бір бетін жыртып алды да, адресін жаза бастады. Мен оның айтқанын ұқсам да, ұмытпайтынымды білсем де, жазбай-ақ қойыңыз демедім. Маған өз қолымен жазып берген қағазы қымбат көрінді. Өзіңіз қайда тұрасыз, ағай? Деп сұрады Меңтай, адрес жазған қағазды бүктеп, менің қолыма ұстатып жатып. Дзержинский көшесінде бір жолдасымның әкесінің үйінде пәтердемін. Тұрған үйіңіз Виноградов көшесінен төмен бе, жоғары ма? Төмен. Онда біздің жатақхананы былай табасыз. Үйден шыққан бетіңізде Дзержинский көшесімен өрлеп жоғары Виноградовқа дейін көтерілесіз. Оң жақ бұрышта драма театрдың үйі тұр. Оны білетін шығарсыз. Театрдан оңға қарай бұрылсаңыз, бір 10 минуттан кейін Никольский базарына жетесіз. Сол жағыңыздан бір үлкен шіркеудің діңкейіп тұрған. Меңтай діңкейіп деген сөзді балаша созып айтты. Сарала күмбезін көрсеңіз, сол Никольский базары. Базардың қарсысындағы 2 этажды жалпақтау сары үй сіз іздеген жатақхана болады да шығады. Енді табасыз ғой? Табамын. Келесіз ғой? Келемін. Кешкі лекциядан қайтқан маған Меңтай берген адрес қағазы молда жазып берген бойтұмардан кем көрінбеді. Жоғалтып алған жоқпын ба деп сасқалақтап, үйге жеткенше гимнастеркамның омырау қалтасын әлденеше рет сипалағаным бар. Үйге келе сала бітірген жұмысым Меңтай берген қағазды тезірек ашу болды. Онда қыздың жаңа өз аузынан айтқан адресі ғана барын білсем де, соны оқып шыққанша тағатым қалмады. Меңтай адресті былай деп ұзындау етіп, бірақ жолға жазыпты. Виноградов көшесі 62, 62-ші бөлме, Меңтай. Шота Руставелидің жолбарыс терісін жамылған батыр поэмасының арқандай шұбатылған ұзын жолдарына ұқсас бұл сөздер маған бүтін бір поэмадан кем әсер еткен жоқ. Бұл қыз мені неге шақырды? Әлде мені жақсы көрем екен? Үндемей жүріп, ол да мені ішінен ұнатам екен, сүйем екен? Әрине, солай болуға тиіс. Сүймесе мені оңаша бөлмеге шақырар еді. Жалынғандай боп, қайта-қайта өтініп, өз қолымен адресін жазып берер еді. Әттең шіркін, Меңтайдай әсем, ақылды қыз мені сүйіп, мәңгілік жарым болса, өмірде ешбір арманым болмас еді. Осылай ойлап, төсекте шалқамнан жатқан менің есіме бала күнімде естіген бір шумақ халық өлеңі түсті. Мінгенім дәйім менің сарым болса, қолымда жетелеген нарым болса, армансыз бұл дүниеден өтер едім, күнім көз, оймағауыз жарым болса. Рас, Меңтай мендік болса, менің де арманым болмас еді, деп іштей күрсінемін де, осы өлеңнен картина құрастырамын. Астында сары аты, қолында жетектеген жалғыз өркеш нар түйесі бар жігіт алдында, Ағотаудың қасында тұрған күлімкөз, оймағауыз келіншекке қарай асығып бара жатқандай көрінеді. Сонда менің де астымда атым, қолымда нарым болуы керек пе, деймін мен,
өзіммен өзім дауласып. Ат адамның қанаты деп білетін қазақ үшін бір жүйріктің болуы қажет ақ тиек. Сонда нардың керегі не? Көшпей қонбай нар жетектеп жүрудің өзі ұят емес пе? Әлде нар дегені дәулет деген мағынада ма екен? Бірақ қазіргі дәулет денсаулық пен білім емес пе? Қойшы, не керек? Ақыры қазақтың қара өлеңдерінің бәрінің алғашқы екі жолы мағынасыз келеді. Бар мағынаны соңғы қос жолы ғана білдіріп отырады деген оқытушы сөзі ойыма оралды да, бұл шумақ өлеңнің бар мәні армансыз бұл дүниеден өтер едім, күлім көз, оймағауыз жарым болса дегенде деп түйемін. Осыдан кейін басыма тағы бір күдікті ой келеді. Сені қыз оңаша бөлмесіне сүйгендіктен емес, аға деп сыйлағандықтан, ағасындай сенгендіктен шақырса қайтесің деп біреу мені үрейлендіре, алғашқы тәтті ойымнан үркіте сыбырлағандай болады. Осындай неше алуан ойлардың тұйығына тіреліп, таң атқанша дөңбекшіп шыққан ол түн өмірімдегі ең мазасыз түндердің бірі болып есімде қалды. Таңертең шай үстінде үй иесі маған қарап, «Ербол қарағым, түні бойы дөңбекшіп шықтың ғой, ауырып қалған жоқсың ба?» деп сұрады. «Жоқ» дедім басымды шайқап. Жөн, онда шайыңды ішіп, наныңды жесеңші», деді ақсақал менің ауырмағаныма қуанып. Бірақ мен бір түйірде тата алмадым. Еш нәрсе тамағымнан өтпеді. Соғыстан кейінгі жұтаң дастарханның жұпыны шайынан ауыз тиген болып, апыл-ғұпыл киініп үйден шықсам, көшелер ертегідей, ғажап бір құлпырған күйде екен. Қала төбесінен түні бойы жауған ұлпақар әр көшені ақ простыня жапқандай әппақ төсекке, әр үйді үлпілдеген ақ бөкебай жамылған әсем келіншекке ұқсатып қойыпты. Ағаштар ақ тонының етегі жер сызған аяз аталарды еске түсіріп, бір емес бірнеше ата мұртынан күліп, саған қарай асықпай аяңдап келе жатқан сияқтанды. Телеграф сымдары аптеканың үлпілдек ақ мақтасымен жуан етіп есіп, кермеге тартқан ақ арқан тәрізденеді. Шинелімнің екі етегі делеңдеп, бұзаубас етігімнің екі тұмсығы ұлпақарға үйректей сүңгіп, есіп келемін едіреңдеп. Жас қардың жұпар иісі тынысымды кеңейтіп, жүрегіме бір ғажайып сыр құйғандай болады. Ақ қар, асыл ауа, меңтайдың ақ жүзін, әппақ мойнын еріксіз есіме салады. Жанға шипа мынау мөлдір ауа маған тек қана соның дем лебізіндей боп танылады. Көшеде менен басқа тірі жан жоқ, айнала жым-жырт. Түнде жаңа жылды қарсы алып, бар дүние шаршап мүлгіп тұрғандай күй танытады. Меңтай есіме түскенде осы иен көшенің ортасында тоқтай қалып еңкейдім де, бір жерін ауыртып алмайын дегендей, ептеп жердегі ұлпақардың әппақ жотасын бір сипап өттім. Оған айызым қанбаған соң, алақаныммен көсіп кеп алдым да, уысымдағы қарды саусағымның күшімен мытып-мытып жібердім. Ғашықтың ыстық алақанына түскен салқын қар лезде еріп, көздің жасындай боп жерге тамшылады. Шіркін, осы ұлпақардай боп, менің құшағымда Меңтай ерісе-ау, дедім ынтығып. Одан соң Виноградов 62, Виноградов 62 деген екі сөзді жан тебірентер жақсы әннің қайырмасындай қайталап, ентелей ілгері бастым. Шіркеудің қасындағы екі этажды сары үйді адаспай табуын таптым-ақ. Бірақ соның ішіне кіруім мұң болды. Жатақханаға жеткенше біреу мойнымнан арқан сап, дедектетіп келе жатқандай-ақ асығып едім. Жатақхананың жанына келген соң, жүрегім үлпілдеп, буын-буыным құрыды да қалды. Бағанадан бері жайдақ жермен келіп, енді бейне бір биік таудың басына қарай өрмелегендей, ілбіп, ілгері басқан аяғым кейін кетіп, дымым құрып, дыбысым тұншығып, әп сәтте әлсірегендей күйге түстім. Әрең дегенде есіктен кіріп, екінші этажға көтерілдім. Жатақхананың ұзын дәлізінің екі жағы қатар-қатар жалғасқан ерсілі-қарсылы есіктер екен. Шеткі есікке тақай бере, буынымды бекіткен болдым да, үйге түскен ұрыдай тынысымды ішіме тартып, есіктердің нөмеріне көз жүгірте бастадым. Бала күнімде ауылдың діндар қарттарының намаз оққанын талай рет көргенім бар еді. Сәждеге қайта-қайта бас қойып, өз-өзінен күбірлей тізерлеп отырған қарт бір кезде «Ассалаумағалейкум рахметолла» деп даусын шығарыңқырап, басын оң иығына,
одан соң сол иығына қарай бұратын. Сол сияқты мен 62-ші бөлме деп іштей күбірлеп басымды екі жағыма кезек бұрып келемін. Тегі шалдарға қарағанда менің намазым ұзаққа созылдау деймін. Өйткені олар мойнын екі-ақ рет бұрса, менің әлде неше рет бұруыма тура келді. Сөйтіп 58, 60, 61-ші бөлмелердің есіктері алдынан өттім. Енді 62-ші келетін шығар деп, жүрегім одан сайын лүпілдей түсіп, сол жағымдағы есіктің маңдайшасына және қарадым. Жоқ, бұл 62 емес, тіпті мұның маңдайшасында ешбір цифр жоқ. Ал қарсысындағы есікте 63 деген цифр тұр. Сәл бөгелдім де, мүмкін алда шығар деп, екі жағыма кезек үңіліп, тағы ілгері жүрдім. Қанша үңілсем де 62-ші есікті таппадым. Шорылдап аққан су дыбысы естіліп жатқан ең түкпірдегі бөлмеге дейін бардым да, дәліздің қабырғасына тіреліп, кейін қайттым. Бұл қалай болды? Әлде Меңтай бөлмесінің нөмерін қателесіп теріс айтты ма? Әлде ол мені алдады ма? Неге алдайды? Олай болуы мүмкін емес. Осылай ойлап, ұзындығы ат шаптырым дерлік жатақхананың екінші басын қуалап, ондағы бірінші номерлі есіктің алдына дейін бардым. Бірақ еш жерден 62-ні кездестірмедім. Салым суға кетіп, кейін қайттым. Енді не істеу керек? Қой, жаңағы нөмірсіз есікті анықтап қарайыншы деп, 63-ші бөлменің қарсысына қайтадан келдім. Сөйтсем, басқа бөлмелердегідей ромб пішіндес қаңылтырға жазылған маңдайша нөмірі түсіп қалыпты да, оның орнына бұл есіктің тақтайшасына қарындашпен бадырайтып 62 деген цифр жазылған екен. Екі көзім маңдайшада боп жүрген мен алдында оны аңғармаппын да, бос бейнетке түсіппін. Бөлме табылғанымен менің жүрегімнен бөлмеге кірер батылдық табылмай тағы біраз бөгеліп қалдым. Сағатыма қарасам, таңертеңгі 8-ден жаңа асып барады екен. Япырай, осы келісім не келіс? Қыз шақырды деп қылқаңдап, таң атпай жетіп келуімнің жөні қалай болар екен? Менің бұл елпектегенімді қыз қалай түсінеді деп ойлап тұрдым да, шешінген судан тайынбас дегендей, неде болса кіруге ұйғардым. Меңтай есік дыбысынан шошымасын дедім бе білмеймін, әшейінде темірдей саусақтарым киіз боп кеткендей, былп-былп еткізіп есік қақтым. Іштен ешкім дыбыс бермеді. Тағы да қақтым. Тағы да үн жоқ. 3 рет сөйттім. Итеріп қарасам, есіктің кілттелмей бос жабылып тұрғаны байқалды. Содан соң, алға деген бұйрықтың естілгеннен кейін окоптан қарғып шығып, мойныңды ішке алып, мылтықты кезене ұстап, шабуыл дүрмегіне ілесе, тайсақтай ілгері жүгірген солдаттай болып, көзімді шарт жұмдым да, есікті ішке қарай итеріп қалдым. Тұтқа қолымнан сүйреп, есікпен ілесе ішке кірдім. Ішке кірсем, сол жақтағы және төрдегі екі төсек жинаулы бос тұр. Екі төсектің бел ортасындағы екі ақ жастық, саған не жоқ ей дегендей, екі құлақтары едіреңдеп маған қарай қалысты. Мен неге екенін білмеймін, әлде бір магнит тартқандай болды ма? Әйтеуір шапшаң мойнымды оңға бұрдым. Бұрылсам, оң жақтағы төсекте Меңтай жатыр. Жайшылықтағы жуан бұрым етіп басына орап-орап, төбесінен түйіп тастайтын қалың қара шашы ақ жастықты көміп кетіпті. Ақ маңдайы ашыла жарқырап, ақша беті албырап, бал болжанады. Оң бетіндегі қарамен мойылдай мөлдіреп, көзіңді қызықтырып, жаныңды еріксіз шиыршық атырады. Япырай, Меңтай деген әсемат бұған осы менге байланысты қойылған екен-ау, деп ойладым ішімнен сол сәт. Өз лебіне өзі балқып, тәтті ұйқының құшағында жатқан сұлу қыздың сәбидей пәк жүзінен өзгеше бір рахат нұры шашырап тұрған тәрізденді. Шинелімнің екі етегі салбырап, керзетігімнің екі ұлтаны еденге екі басы алшия жабысып қалғандай боп, қалшиып тұрған мен күн қағарда қоқайма фуражкамды умаждап, бұрап, мыжғылай бергенімді өзім де аңғармаппын. Кісі қолынан садақа дәметкен қайыршыдай емініп, қыз төсіне төніп тұра қалыппын. Көзім Меңтайдың бет жүзін сұқтана, ашқарақтана шолып, оның бұғағы мен мойнына қарай ауысты. Жалаңаш жатқан мәрмәр екі иықпен, жаңа ғана көшеде өзім көріп, қолыммен ұстаған ұлпағардай әппақ кеудені көргенде,
жаным шығып кете жаздады. Екі иықтан асып келген ақ жібек иықбау қыздың көгілдір түсті жұп-жұқа іш көйлегінің омырау тұстарынан жалғасыпты. Іш көйлектің кеудесі көктемде қозы жейтін балауса сарғалдақтың үлдірегі іспеттес жұқа шілдермен безеліпті. Одан төменіректе іш көйлек астынан қатар жатқан қос жұдырықтай боп қыздың қос алмасы тырсияды. Қыз денесінің өзге жағын менен жасырғандай боп жеңіл қызыл жібек көрпе шымқап орап алыпты. Қызыл көрпе маған жай көрпеден гөрі қыз денесінің басқа бөлігін қызғана қымтап қаусыра құшып жатқан әлдебір толассыз құмарлық, құштарлық бейнесіндей боп көрінді. Мейлің, өзге жерін көрсетпесең көрсетпе, маған мынау жалаңаш ғажап кеудені көрудің өзі де жетеді деп, көрпемен іштей ұрыстым да қайтадан Меңтайдың бетіне үңілдім. Сол кезде қыз төсегінің бас жағында жерде жатқан кітапқа назарым ауды. Оның мұқабасында жас Вертердің азабы деген жазу көзіме оттай басылды. Бұл менің соғыстан қайтарда сонау Германияда жүріп оқыған соңғы кітабым болатын. Тегі Меңтай мұны түні бойы оқып тауысып, талып барып ұйықтаған-ау. Бітірген соң бас жағына тастай салған кітабы жерге түсіп қалған болды ғой деп ойладым да, ақырын еңкейіп, жердегі кітапты сыбдырлатпай алып, ептеп қана Меңтайдың жастығының жанына қойдым. Содан соң қыздың мынау ғажап тәтті ұйқысын бұзбайын деп, аяғымның ұшымен бір басып, екі басып, есікке қарай шегіндім. Шығар алдында ұйықтап жатқан қыз келбетіне тағы да бір бұрылып қарадым. Маған Меңтай ұйқыдағы Венера картинасынан да сұлу боп көрінді. Шіркін-ай, мен ұлы суретші болсам, соғыстан келген студент солдаттың ұйықтап жатқан жартылай жалаңаш сұлу қызға ыстық іңкәрлікпен, сонымен бірге мол мейір, қадір-құрмет таныта қадалып қалған сол бір сәтін ұрпақтан ұрпаққа жетер, мәңгілік мұра етіп қалдырған болар едім деп ойлап, бөлмеден шықтым да, ептей тартып, есікті жаптым. Қайтадан көшеге шықсам, айнала бағанағыдан да жарықтанып, төңіректің бәрі жайнап, жадырап кетіпті. Бағанағы жатақханаға кірердегідей емес, менің аяғым да қаздан-қаздан кетеді. Жатақхананың дәл жанынан өтетін Ұйғыр көшесіне түсіп алып, Алатаудың алыстан көрінген ақбас шыңын бетке ұстап, лағып тарта бердім. Ол кезде Алматыда 3 этаждан биік үйлер болмайтын. Олардың өздері де орталық көшелердің әр жерінен бір бой көрсетіп, қаланың өзге тұстарын бір қабат жатаған ағаш үйлер кернейтін. Әсіресе Ұйғыр көшесі сияқты сырт аймақтарда ұзын-ұзын барақ, жеке-жеке оңаша, жай ағаш үйлер тіпті көп болатын. Солардың ара-арасымен өтіп келе жатқан маған жатаған сол бір жаман үйлер алтын сарайдан кем көрінбей, сол сәтте өзімнің ғажайып бір бөтен патшалықтың ішін аралап, кезіп жүргендей жайым барын бұлдыр сезінемін. Аяқ астымдағы ақ қардың шетін кейде әлде бір қызыл нұр бүркеп, қымтап жауып қалған жай елестейді. Бұл Меңтайдың әппақ қардай денесін бүркеп, жасырып жатқан жаңағы қызыл көрпе елесі болар деп ойлаймын да, өз-өзімнен тамсана жымиямын. Ендігі ойым 62-ші бөлмеге ауысып, жаңағы картина тұтастай көз алдыма оралды. Әттең, шіркін-ай, Меңтайдың ақ денесін қаусыра құшып жатқан жаңағы қызыл көрпе қандай ғажап деп ойлаймын ішімнен. Мен сол қызыл көрпе болар едім. Ол менің қолыма тимейтін кесек бақыт қой. Одан да сол көрпенің астары болсам да жарар еді-ау. Жоқ, ол да менің маңдайыма сыймас. Ең жоқ дегенде сол көрпе астарының бір сабақ жібі болсам да жетер еді. Осындай қиялмен келе жатқан менің ойыма әлде қайдан келіп, ақ етіне қызыл көрпе басылып деген сөздер орала кетті. Алғашында оған онша мән бермедім де, орамы жеңілдеу сияқты көрінген бұл сөздерді іштей ыңылдап, тағы бір қайталап айтып шықтым. Сонда ғана оның ойнақы өлең жолына ұқсас бірдеңе екенін білдім. Көшеде арлы-берлі осылай ыңылдаумен жүріп, өзімнің шорқақ тіл, олақ ұйқасыммен Меңтайға арнап алғаш рет өлең шығарғанымды аңғардым. Әр жерге тоқтай қалып, түрегеп тұрып, қойын дәптеріме тізген үзік-үзік жолдардан қызыл көрпе деген атпен
мынандай 4-5 ауыз өлең құрастырыппын. Тәтті ұйқының құшағына беріліп, жатты сұлу шалқасынан керіліп, ақ дидарын аппақ тәнін көргенде, бойым балқып, кетті сезім еліріп. Ай секілді маңдайдағы қиғашқас, беттегі мен сайда жатқан қаратас, дем шығарып, кеудесінен жұпардай, қорғасындай толықсыйды қарындас. Ақ етіне қызыл көрпе басылып, көкірегі жатыр екен ашылып, діріл қақты уылжыған қос алма, қарашашы толқындай боп шашылып. Күнім туып, бақ жұлдызым жанатын, қымтап шымқап, жаным рахаттанатын, болсам етті, әттең дүние сол көрпе, құшып сүйіп, құмарым бір қанатын. Дәурен қайда маған оны сүйетін, тым болмаса киімінің киетін, не сол көрпе астарының бір сабақ, жібі болсам денесіне тиетін. Неде болса көкіректі жарып шыққан пәле емес пе, осы жаман өлеңсымақ ол сәтте өзіме жап-жақсы сияқты боп көрінді. Айта берсеңіз, осындай өлең құрастырғаныма бейне бір Абайдың айттым сәлем қаламқасын шығарғандай-ақ едәуір қанаттанып қалдым. Сөйтіп көшені біраз таптағаннан кейін сағат 11-ге таяна жатақханаға жақындап қайта келдім. Сол сәтте бір ой түсе қалды да шапшаң жан-жағыма қарадым. Жол шетіндегі аласа қашалы аулалардың бірінде шатырын қар басып, саңырауқұлақтай қалтиған беседка тұр екен. Қашадан бір-ақ аттап жүгіріп соған бардым. Беседканың ортасында жазда үй иелері отырып домино ойнайтын 3 сирағы ағаш, 1 сирағы темір, ортасы ойылып кеткен ескі стол бар екен. Соның бір шетіне отыра қалып, жасаулы жақсы кабинетке жайғасқан ұлы ақындай-ақ айналама маңғаздана қарап алып, жаңағы өлеңді жеке қағазға көшіруге кірістім. Қағаздың ортасына ірілеу етіп, қызыл көрпе деп жаздым да, оның астына жақша ішіне ұсағырақ әріптермен меңтай туралы лирикалық ой деген сөздерді және қостым. Өлеңді көшіріп болып, қайталап оқып шықтым да, аяғына 1946 жыл 1 январь деп күнін көрсеттім. Содан соң қағазды жақсылап бүктеп, қойын дәптерімнің ортасына салдым да орнымнан тұрдым.